Кешер құрметті достар, бүгін Аралас проектта қонақта бізде Аралас командасының мүшесі Ақылбек Скендіров. Қош келдік, Ақылбек. Қош көрдік. Қалайсыз? Аман есен, жақсы. Рахмет. Студия деген шамал өсіп келе жатырмыз. Алдында даусымыз естілмейтін, андай микрофон ұстатып қойды. Міне осыны ұстап тұру керек екен ғой. Жақсы екен, система сияқты. Бүгін енді бірден басынан бастайық, уақыт алмайық. Бірден Ақылбек енді жалпы осы жайдарман арқылы, одан кейін кітап арқылы жалпы халыққа танымалсың. Көбісі біле бермейтін шығар, негізі ең басында сен баскетбол ойнап жүргеннен жерінен жайдарманға кетіп қалғанымды. Мен сол басынан бастап айтсаң қалай болды? Басынан бастап айтқанда сол мен мектепте оқып жүрген кезде ұбт болады ғой, ол кезде сол ұбт-ға қатысқан жоқпын. Неге? Бір апайға ерегісіп, в общем, сен менің алдыма келесің ғой, еңбектеп анау-мынау ұбт-ның кезінде деген сөзі қатты тиіп кетті. Сонымен сол сөзге ерегісіп келмей қалдым ұбт-ға. Негізі орным бәрі болған, айтып тұрған. Соған қатысқан жоқпын ұбт-ға. Сөйттім де үйдің қасында лицей бар еді. Сол лицей негізі баскетболға қатысқанмын ғой, 6-7 кластарда қатысып жүрдім. Сол ауылдың атынан шығып жүрдік сыртқа жарысқа. Сөйтіп қойып кетіп, сол мектеп бітіргеннен кейін сол лицейге барып, енді оқу жоқ, не істейсің үйде жатқан? Таксовать етсең, машина жоқ. Правода жоқ. Ниетте жоқ. Сонымен лицейге барып баскетбол ойнап жүргенмін. Содан бір күні ағам айтты сол жақта. Мұғалімдердің арасында жайдарманнан сайыс ойнап жатыр, мұғалімдердің арасында бізге ойнап берші, адам деп жеп қойсаң. Бізде адам жетпей жатыр дейді да сосын. Давай дедім. Сол ойнадым, сол ойнаған кезде сіздер жюриде өттіңіздер ғой. Жюриде өттіңіз. Ғалым Данияр содан басталды ғой. Сол командаға келіп шақырып, Азамат Оразғұлов деген менің ұстазым сіздерде ойнады. Бізде ойнаған кезінде Азаматтың бізде ойыншы болды, жақсы жігіт. Гитараны жақсы тартады, әуес негізі. Виктор Цой. Сонымен өзінің орнын құрбан етіп, менің өзінің орнына тықты. Өзінің орнында ондай жоқ екен. Командада сол орында қалдым. Содан сол командада 2009 жылы Стрельный республикалық. Жоқ, бірінші командаға кіргеннен кейін Ақтөбеге бардым. Ақтөбеде ширек финалда ойнадым, Батыс орталық лигасында республикалық. Сосын 2009 жылы, сол жылы Стрельный орталық лигасына бардық. Содан басталды. Сол бірінші сол телевизорге шықтым, телевизорге шықпаған өмірімде. Үйде қалай болды? Үйде шай ішіп отырсың, тамақ ішіп отырсың да. Сол кездерде болатын ғой, түссе болатын ғой КВН Евразия каналынан. Обедтің кезінде береді сол КВН-ді. Сол кезде бәрін шай тамақ ішіп отырған кезде қарап отырамыз. Өзіңді көрген кезде денең тітіркенде андай біртүрлі боласың ғой. Далаға шығып кете бересің, қайта. Сығалап қарап тұрасың ба? Иә. Бармайсың? Иә, құлағың естіп тұрасың дейді. Болды, басқа командаға барып отырған кезде келесің сосын. Ол кезде ютубтан қарау деген жоқ. Ұялып жүрдік, артынан ұялмай, қысылмай қарай беретін болдық. Дұрыс. Енді уақыт өте келе енді жайдарман чемпиондары болдық. КТА чемпион болдық. Одан мына әлеуметтік желіде Ақылбек легенда деген атпен танымал болып жатсың да. Ол жалпы легенда деген қайдан шыққан? Ол легенда деген сөз, ол сіздер білесіздер ма білмесем, осы Аралас КВН командасында Ғалым деген жігіт болды. Көрсеңіздер танисыздар да, сақалды. Қапталдан естуім бар. Сол досым бір күн екеуміз Астанаға кеттік та, бір нені көріп қалдық. Самолеттің үстінде. Үстінде? Самолеттің ішінде. Ұшып кеткен кезде. Бір тықырбас адамды көрді де, не айтасың деді, комментарий деп. Бір бай ғой, бірдеңе ғой деп, сол жерден басталды. Сосын айтты, мен сені легенда қыламын деді. Легенда қалсың. Содан шыққан Ақылбек легенда деген хэштег, сол арқылы видеолар сала бастадық. Содан көбейе бастады. Жақсы видеолар бар оның ішінде. Күлетін. Вайн емес енді, былайша тек видео ғой. Өзіміз тек просто. Мысалы, мына тұрған нәрсеге бірдеңе шығару керек, импровизация кеттік дейді, қосады. Не істеп тұрсың дейді, осындай дейді, соған бірдеңе шығарады, сол. Ғалымды күлтірсең болды, бүткіл халық күледі. Ғалымды күлкісімен алып кетіп алады ғой. Енді қазіргі жағдайда, қазіргі КТА-да Арал құрамасы ойнап жатыр. Соның құрамында ойнап жатсың. Енді ойнағанда пікірлері болады әртүрлі. Неге деген сияқты, мысалы чемпион болдың ғой деген сондай болды ма? Болды, ондай көп болды. Осы 2017 жылы
ктаның екінші сезонында ойнап жатқанымызда осы жалғыз халық емес, сол бізбен бірге ойнап жатқан қыз-жігіттердің де арасында әңгіме болды. Ақылбек неге ойнап жатыр, әділ емес, сол чемпион ғой, неғып ойнатып жатсыңдар, балдардың өздері ойнай берген дұрыс еді ғой деген әңгімелер болды. Бірақ мен өзім ерекше болғым келді. 2 рет ктаның чемпионы болғым келді да, сонымен осы сезонға түсіп Енді жалпы жағдай қалай қазір? жақсы. Енді қазір общий неде екінші орында жатырмық, жерліктен кейін бір кубок қалып. Бұйырса енді негізгі мақсатымыз неге финалға шығып, биыл сол финалда өзімізді көрсету, барынша сол жаңағы жүлделі орын болмаса чемпион, сол негізгі межеміз сол болып тұр. Қазір енді қандай ойынға дайындық? Қазір ертең июльдің шілде айының 2 күні Астана қаласының 20 жылдығына орай ұйымдастырылып жатқан Астана кубогы бар. Соған барамыз. А тобы мен Б тобы сайысады. Соған сәлемдесу бойынша сынға түсеміз. Бізбен Қорқыт құрамасы екеуміз жарысамыз. Дайындық қалай жалпы? Дайындық барғасын ба деймін ба? Дайындық сол пойыздың үстінде десең. Біз негізі сондаймыз ғой, баяғы сол аралассаң қалып қойған әдет қой бізде, сол пойыздың үстінде дайындалу, кетіп бара жатқан кезде дайындалу. Сол әлі сол вирус болып. Далада дайындаламыз ғой өздеріміз. Сол далада дайындалып, сол жылы жері сол пойыздың үстінде бір-бірімізді еститін едік қой, желден естімей далада. Сол енді мысалы әр адам мінезі әртүрлі болады. Мысалы бір ән айтса ренжіп қалады тез. Біреулері мысалы күліп жүре береді, ештеңеге қарамайды. Мен білуім бойынша сен мысалы ренжи беретін адамдардың қатарында емессің. Сен алдыға баса бересің ғой, ме? Маған бәрібір. Не? Кім не айтса да маған не айтса да не ғой? Күліп жүресің. Сынды қабылдаймын, бірақ ештеңе нәтиже шығармаймын. Неге? Айтса айтқандар айта берсін. Сондаймын, білмеймін. Біреу сен осындайсың ғой, сен мынандайсың ғой деп жатса, күліп жүре беремін, ешкімге ренжімеймін. Ренжитін болсам, білмеймін, соңғы рет қашан ренжігенімді де білмеймін. Негізі байқап тұрған шығарсыз, алдында енді осы араласып тұрайық деген бірнеше жігіттерден қыздар сұхбат алған. Бұл кезде енді соткамен түсірдік, ұялы телефонмен түсірдік, микрофон болған жоқ мынандай. Одан кейін свет пайда болды, монтаж үстіне араласып тұрайық деген жаздырттым. Одан кейін микрофон пайда болып жатыр. Жалпы мына студия қалай? Студия болған қалай? Дүкеннің жартысы ғой дейінші. Көріп тұр, дүкеннің жартысы екен, мына жерде аяқ киімдер сатылып жатыр. Газопқа қанша апаны? 46 размері шарт қойсың. Неге 46? Сен неше кесің? Мен 43 кем. Қалған 3 жасар қызым бар еді ғой. Екеуміз бірге киеміз. Енді мына өсіп жатқан жастарға айтарым. Мысалы қазір көптеген командалар бар, ол команда болып құрылады да, бірақ енді ұзақ уақытқа бармайды. Көбісі. Енді ары кетсе 6 ай дейін, 1 жыл дейін, 1 сезон дейін. Одан кейін жоқ болып кетеді. Не себепті дейсің? Не себепті оған? Ол команда құрылған кезде негізінде мақсат болу керек та, әр команданың біз қалай да осындай жерге жетуіміз керек, осындай чемпиондықты алуымыз керек, осындай өзіміздің мақсатымызға мақсат қоя білу керек қой негізі команда. Мысалы бізде мақсат болды араласса жоғары лиганың чемпионы болу, премьер лигаға барған жоқпыз мысалы, жоғары лиганың чемпионы болу керек. Алдық, демалдық, ктаға келдік, алдық, демалдық. Енді мысалы көп ойнамайтын команда болды ғой біздерде. Мысалы сезонды созып, жаңа басқа командалар сияқты 5 жыл, 6 жыл, 12 жыл, 25 жыл ойнап жүрген команда емеспіз мысалы. Сол негізгісі мақсат керек, сосын кішкене білім керек. Жан-жақты болу керек, жаңалықтар тыңдау керек, газет оқу керек, кітап оқу керек. Кішкене білімді болсаң, әзілің де жақсы болады, өтімді болады, білімді әзілдер шығады, халыққа жетімді әзілдер шығады, өтетін де әзілдер шығады. Сондықтан жаңадан құрылып жатқан командалар болса да айтарым, қазір енді спонсор деп соны сылтау жатады. Шынымен мысалы біз 70 мың болса да, қалтамызда 60 мың болса да, жолға билетімізді алып шығып кете беретін едік. Мысалы барып, роллтын жеп болса да, қара су ішіп барып, біздің артымызда жетсек болды, тек ойнау. Сонда бір ойынды жақсы көргеніміз ғой енді, қатты берілгеніміз деген сияқты. Адам өзінің істеген нәрсесін жақсы көру керек, не істеп жатқанын білу керек, және мақсат қоя білу керек, сол мақсатқа жете білу керек. Енді соңғы оқыған кітабың қандай? Ана тілі. Дұрыс. 4-ші класста соңғы. Одан кейін не кетті ма? Лицейге? Баскетбол кетті одан кейін? Дәптерде көрген жоқпын онымен. Бірақ спецкласста оқығанмын. Математикадан. Мектеп кезінде әртүрлі қызықтар болады ғой. Біз ойнаймыз, баяғыда қыздардың сүңгісін тығасын, шашын тартасын деген сияқты. Сондай бір жағдайлар болды ма, бір тәртіп бұзған дейді ғой былай айтқанда. Тәртіп бұзған бұзық болды ма негізі мектепте? Иә, негізі мектепте қатты бұзық болдым. Бірақ бұзық болғанымды айтпай ақ қояйын, бір ана мектепке бармасам біртүрлі болатын негізі. Сабақтан қалып қойсам, бір ауырып қалып қойсам, бір қызықта қалған сияқты болып қалып қоямын да.
уақыт өтпей қалады сол кездерде. Сосын бір күні 25 май күні 9-шы класс бітіріп жатырмын. 25 май күні таңертең үйден шықтым. Үйден шығып, жолдас балам үйіне барғанмын ғой бірге жаңағы. Сол 25 күні кешке вечер жасайтын болдық. Вечер жасайтын болдық та, сонымен ақша жинап алғанмын, менде ақша бар. Сонымен үйіне бардым, сонымен аяқ киім шешіп, үйіне кіріп, жолдас баламды оятып, таң атпай 9 сағат продуктіге бару керек болады. Алып шығып, оятып алдым, ол кейін жуынып шығып жатқан кезде ана бүйтіп аяқ киімді киіп, бүйтіп кондердің астынан, кондер бар екен да төбемде. Байлап бүйтіп тұра берген кезде ана шығып тұрады, осындай тамшылайтын, су тамшылайтын трубасы кіріп кеткен ғой басыма. Басым жарылып қалды. Сол бас сүйегіме дейін ашылып, сөйтіп үйінде мамасы әйтеуір бірдеңе байлап берді, үйіңе баршы ештеңеге бармай, базарға барып продуктілерді алып қансырап. Сөйтіп түскі сағат 5-те үйге келдім жылап. Енді ауыртқан ғой. Жеткізумен жүре бергенмін сонда. Вечерге бола сонда сөйтіп жүрмін. Сөйтіп 5-те поликлиника жабайын деп жатқан кезде поликлиникаға тіктіртіп, азында сағат 9-да жарылған басқа. Вечер үшін жан пида болдық қой. Вечерге бардың ба еді? Иә, вечерге барып билеп кәдімгі. Басымды тіктіріп қойған. Сөйтіп вечерді өткізген, басым жарылып қалды. Иә, дұрыс. Енді Ақылбек сенімен кездесу кезінде әрбір адам кездесетін кезде дайындаламын да, сен кек көп жақсы көретін, мынандай кек киіп алдың, жараспаса да бір күн сұрап алдық. Сен де өзіңдікі ма? Мен де еріккеннен киген жоқпын, шашым майлап кеткен. Сосын киіп алдым. Әйтпесе мен де басым жуып келу керек тұрсам. Жаңа магазинге шыққанмын да жерден ұстап алып, сен де студияға отырып жібердің. Студия дүкен жартысы. Дүкенде жартысы. Құрметті достар, құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта болған Ақылбек Ескендіров. Алдағы уақытта да бұл жігітпен жолығатын боламыз. Алдағы уақытта да бізде араласып тұрайық. Рахмет. Рахмет көп сіздерге анау еңбегіңіздің жемісін жеңіз. Неде жаңағы YouTube канал ашып жатсыз жайлап. Бұйырса үлкен телеканалдарда ашылатындай проект болсын. Соған жетіп бұйырса